Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін қорытынды сабағымыздың тақырыбы Абайды оқы таңырқа. Бүгінгі сабақта сіздер оқу мақсатына сәйкес Абай шығармалары мен әлем әдебиетіндегі құндылықтардың үндесуін талдап, өзіндік ой қорытасыздар. Оқушылар, башқұрттың қабырғалы қаламгері Мұстай Кәрімнің Абай ақын туралы берген бағалы пікіріне назар аударыңыз. Біздер, башқұрттар үшін, қазақ жазба поэзиясының алғашқы хабаршысы, алғашқы үні Абай болды. Ол бірінші болып бізге қазақ жанын ашты. Абай ұлттық қана емес, әлемнің ақындық мәдениетінің шыңы болып табылады. Абайдың рухани ой-өрісіне, ақындық көзқарасының кеңдігі мен тереңдігіне, Абай парасатының қуаттылығына таң қаласың. Абайға берілген пікірдің құндылығы неде деп ойлайсыздар? Пікірден байқағанымыздай, Абай мұрасының әлем мәдениеті қазынасының ажырамас бір бөлігіне айналып, өзінің білімімен астасқан ой тереңдігімен көркемдеп жеткізу ерекшелігі арқылы ақындықтың шыңына теңеліп, шығармаларының әлемдегі ұлылардың ойымен үндестік табуында болар. Өзінің қайнар бұлағынан жиған білім мұрасы арқылы әлем әдебиетімен таныса келе, Абайдың шығысым батыс, батысым шығыс боп кетті деуі, ақынның шығыс әдебиеті, орыс әдебиеті арқылы батыс елдерінің мол рухани қазынасына, мәдени, әдеби өсу жолына қатты қызыққаннан айтқан сөзі болса керек. Бұл тану, қызыға зерттеу, үлгі тұтып нәр алу, ақын шығармашылық жолына ізін қалдырмауы мүмкін емес еді. Европа елдерінің әдеби қорына Абай Құнанбайұлы жай ғана үйренуші, таңырқаушы, еліктеуші ретінде емес, үлкен ойлы, терең толғаулы, ізгі ақындық ерекшелігімен, ұлттық келбетімен, абайлық тұлғасын сақтайтын қадір қасиетімен, қалып қабілетімен көрінді. Шығыс шайырларының ішінде Абай әсіресе өзіне Әлшер Науаиды ұлағатты ұстаз ретінде танып, оның шығармаларынан ерекше нәр ала бастайды. Науаи мен Абай арасындағы әдеби байланыстардың терең сырларын жан-жақты аңғарған жазушы, ғұлама ғалым, академик Мұхтар Омарханұлы Әуезов өзіне ең жақын ұстаз етіп, классик Науаи шығармаларынан үлгіздейді деген ойды алға тартады. Олардың өмір жолдары мен шығармашылығында өзара ұқсастық пен үндестік, сарындастық сипаттар аса молынан кездеседі. Ендеше екі ақынның өлеңдерінен алынған үзінділерді салыстыру арқылы көз жеткізейік. Бірінші тапсырма: Абай мен Науаи шығармаларынан алынған үзінділерді салыстырып, ортақ құндылықтарын анықтаңыз. Тапсырманың дескрипторы екі үзіндіні салыстырады, ортақ құндылықтарын анықтайды. Тапсырманың дайын нұсқасымен жауабыңызды салыстырып тексеріңіз. Науаи өлеңіндегі көтерілген мәселе: көктем мезгіліндегі табиғаттың әсем көрінісі берілген, таңғы шықты меруетке теңеп, қызғалдақты жанған өртке балап, жаздың қонағы құстарға көңіл сыйлап, халықтың да кең даладағы ерекше ықыласы мен қуанышын жадыратып, көркем жеткізген. Абай өлеңінде көктем мезгіліндегі табиғаттың жасаруымен қатар адамдардың тірлігінің жандануын байланыстыра жырлайды. Сонымен қатар қазақ халқының ажырамас тұрмыс тіршілігі де өлеңде көрініс тапқан. Екі өлеңдегі ортақ құндылықтар табиғаттың көктемде бусанып оянуын, ақындар адам жанының жасаруымен, тіршіліктің қайта түлеуімен шендестіріп, ыстық сезіммен жырлауы, шабытқа түрткі болатын табиғат лирикаларының ішінде көктем маусымының пейзаж өрнектерін нәзік нақышпен суреттеуі аса бағалы. Бұдан екі ақынның да бірдей тақырыпты жырлау кезіндегі суреттеуі мен жеткізу көркемдігі ұқсас ойға үндесетіні байқалады. Сіздің жауабыңыз осы тұжырымға көбірек келетін болса, сіз тапсырманы дұрыс орындадыңыз. Жарайсыз. Абайды оқы таңырқа деп аталатын хрестоматиялық жинақ 1993 жылы ана тілі баспасынан жарық көрді. Жинаққа бір топ қазақ зиялыларының жазғандары топтастырылып берілген. Сонымен бірге Абай туралы тұңғыш пікір білдірген америкалық саяхатшы журналист Джордж Кеннонның мақалалары қамтылған.
Джордж Кеннон 20 ғасыр басындағы Американың халықаралық көлемде танылған атақты журналисі. Ол 1908 жылы Уақыт газетіне Абай туралы пікірін былайша білдірген еді. Ғылымсыз қара халық арасында сахара қазақтары ішінде жалғыз жұлдыздай болып жанып, тілі оқушыларын оятатын өлеңдері оны бүкіл атырапқа мәшһүр етті. Шығармалары қазақша жазылды. Мейлінше көп еңбектенумен орыс тілін үйреніп, орыс әдебиетіне еркін жетіліп, достасып алды. Өлеңдері есіткеннің жүрегін жігерлендірерліктей табиғи болып, шығармаларының асыл негізі Лермонтовқа үндес. Мәжілісінде болған кісілердің айтуынша, тілі ләззатты, араб, парсы, түрік, қалмақ тілдерінен мағлұматы кең болып, танымы тұқымды еді. Адамшылық ой қиялы өте таза, ұлтжанды, елін жерін сүйген кісі еді деп, Абайдың әлем әдебиетіндегі еңбегін бағалай келе, орыс әдебиетіндегі Лермонтовпен шығармашылық сабақтастығын ерекше атап көрсетеді. Ендеше, келесі тапсырма Абай мен Лермонтов өлеңдерінің үндестігі арқылы құндылықтарды анықтап, өзіндік пікір білдіруге байланысты болмақ. Екінші тапсырма ақындардың өлеңдеріндегі құндылықты анықтап, өзіндік ойыңызды білдіріңіз. Тапсырманың дескрипторы шығармалардың үндестігі арқылы құндылығын анықтайды, өзіндік пікір білдіреді. Орындаған жұмысыңызды тапсырманың болжам жауабымен тексеріңіз. Шығармалардың үндестігі. Екі ақынның шығармасынан өмірдің өткінші де өкінішті тұстарымен астасқан мұңлы толғаныстарын көреміз. Екі шығармада да жалғыздықтың сарыны бар. Сонымен қатар өз ойларын сол қоғамдағы адамдардың әрекетімен байланыстырып жеткізген. Абай шығармасының ерекшелігі, хакімнің бұл өлеңі көңіл күйге байланысты өзгеше бір ойлы мұңнан туындаған шығарма. Өлеңнің тақырыбы ойшыл адамның өмірдің өріне жетіп, оның талай қиыр кезеңді жолдарынан өтіп, тірлік сапарын сарапқа салғандағы шерлі сыры. Ол келешекке үміт артады. Өз халқының кейінгі ұзақ тарихына өлместік, тұлғалық, ақындық із қалдырып отырғанына сенім артады. Данышпан ақын өзі өмір кешкен заманнан басқа артық заман болатынын болжайды. Лермонтов шығармасының ерекшелігі, ақынның бұл туындысы лирикалық сипатта жазылған, ақынның өмірдегі жалғыздық кейпін кешкендегі ішкі мұңлы монологы болып келеді. Ол өмірдің заңдылығына қарай, адам дүниеден өткенде, артында қалғандар өздерінің тірі жүргендеріне тәубе қылып, өмір сүруге деген құлшынысын арттыру керек дегенді айтады. Өлеңнен жалғыз адамның өзіндік ойы мен үні естіледі. Шығармалардың ортақ құндылығы. Ақындардың өмір жайлы толғаныстарын сол замандағы адамдардың сана сезімі мен түсініктерін өлең арқылы жеткізулерін шығармалардың ортақ құндылығы деп қарауға болады. Сонымен қатар шығармалардың тақырыбы арқылы оқырманға ой салып, өмірдің мәніне, адамның өмір сүруінің маңыздылығына назарын аудартып, өзіндік ой қорытуға бағыттайды. Менің пікірім, ақындардың шығармаларымен таныса келе, өзімнің түйгенім, адамдардың барлығы да бұл өмірге қонақ болып келеді. Өзіңе тиесілі өміріңде артыңа игі із қалдырып, өмірден өткен кезде тек жақсы атыңмен есте қалатындай өлшемді де өнегелі өмірдің иесі болмақ керек екен. Жауабыңыз осы сарындас мазмұнда жазылса, сіз тапсырманы дұрыс түсініп, дұрыс орындағаныңыз. Керемет! Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізбен бөлісіңіз. Бүгінгі сабақтан өзіңізге көп мағлұмат пен ой жинағаныңызға сенімдімін. Жарайсыз. Өзіндік жұмыс ретінде ұсынылатын оқу тапсырмасы Абай мұрасы әлем әдебиетінің ортақ қазынасы тақырыбында ой толғау жазыңыз. Тапсырманың дескрипторы тақырып бойынша ой толғау жазады, әлем әдебиетіндегі ақынның алар орнын дәлелдейді. Бүгінгі сабақтағы белсенділіктеріңіз үшін рахмет.